Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, құрметті ауылдастар, қалайсыздар? Сіздермен ауыл шаруашылығы YouTube арнасының негізін қалаушы және Ауыз Агро компаниясының директоры мен ветеринар Маратбекұлы. Құрметті достар, бүгінгі видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзіміздің биыл еккен отырғызған жалпы орысша чайная роза дейді, қазақша раушан гүлі дейді. Сол жөнінде кішкене ақпараттар беретін боламын және өзіміздің гүлдерді қалай өсіріп жатқанымызды көрсететін боламын, алла бұйыртса. Видеоның соңына дейін қараңыздар, пайдалы ақпараттар міндетті түрде болады бүгін. Жалпы мына гүлдерді біз осыдан шамамен 3 ай бұрын отырғыздық. Және бұлар әртүрлі түстегі роза гүлдер екен, яғни раушан гүлдері. Бұларды біз осы жерге, дәл осы территорияға отырғыздық. Бұл жерге біз жыл сайын осы гүл отырғызамыз. Былтыр Канна деген гүлді отырғызған болатынбыз. Оның да видеосы YouTube арнамызда бар. Жалпы 1 квадрат метр жер бос қалмасын деген ұранмен жалпы қазақтың әрбір жерін тиімді пайдалану мақсатында осындай әртүрлі өсімдіктерді егіп жатырмыз. Соның ішінде осы гүлдің маңызы ерекше. Өйткені бұл гүл таза ауа беріп тұрады және ең кереметі хош иіс беріп тұрады. Былтырғы еккен канна гүліміз ол ешқандай иіс бермейтін, ал роза гүлдеріміз керемет иістер беріп тұр. Енді бұны қалай ектік дегенге келетін болсақ, бұны көшеттен отырғыздық біз. Көшетін алып келдік және сол көшеттен кәдімгі помидор сияқты, қызанақ сияқты егіп отырғыздық. Және ең басты маңызды мәселе, еккен кезде біз биогумус табиғи таза тыңайтқышын қолдандық. Және оның өсімдіктерге беретін күші орасан зор. Әсіресе осы гүлдерге оның беретін әсері гүлдердің иісін өте керемет шығарады екен. Яғни хош иіс аңқытып тұрады. Кейбір иіс бермейтін гүлдердің өзінде иіс шығарады деген жалпы сондай деректер бар негізінен. Енді осы гүлдердің әрқайсының түбіне биогумус қостық. Мына тұрған бергі жағында тұрған басқа гүл, негізінен мына гүлдер міне. Бұл гүлдер негізінен осы нәзік жандыларға қатты ұнайды. Яғни үйлеріміздегі аналарымызға, әпкелерімізге, сондай-ақ ағаларымыздың сүйікті жарлары болса, жеңшелерімізге өте керемет болады. Сондықтан осы гүлді отырғызатын болсаңыздар, бұның иісі шығып, керемет әрі аулаларыңызды керемет бейнеге бөліп тұрады. Сонымен қатар тағы бір менің жалпы осы гүлді егудегі приоритетім, былайша айтқанда басымдық беру себебім, бұл гүл өте эффективный екен. Несімен эффективный дейтін болсаңыздар, бұл гүлді жыл сайын неге беріп қажеті жоқ. Яғни мына көшетін отырғызғаннан кейін, одан кейін оны жыл сайын неге беріп керек жоқ. Яғни күзге қарай мына өзі гүлдердің бәрі таусылады ғой, түсіп, сол кезде оны алып тастамайсыз. Ол келесі жылға қалып, келесі жылда өсе береді екен. Енді мен оны әзірге тәжірибеден басынан өткізген жоқпын. Егер тәжірибеден басынан өткізген қандастарымыз болса, менің көрермендерімнің арасында, ауылдастардың арасында айта отырыңыздар, қысқа қарай қалай күтім жасау керек. Мен тек естідім, солай жасайды екен, егіп жатқан адамдар. Яғни оны қайта-қайта жыл сайын неге беріп керек жоқ, өзі орнынан шыға береді. Ол өте керемет нәрсе. Яғни ауыстыра бергеннен гөрі бір нәрсе тұрып жыл сайын өсе беретін болса, ол әлдеқайда тиімді емес пе? Сондықтан міне осы гүлдеріміз өсіп жатыр қазір, Аллаға шүкір. Мына жерде бүгін суғардық, жиі суғарып тұрамыз. Мына жерде басқа арам шөптер де өсіп кетеді. Бұл арам шөптерді жұлып тастап отырамыз. Жалпы анау айтқан гүл өсіруде қиындық жоқ. Ең басты нәрсе сол құнарлы топырақ, уақытында беріліп отыратын су және де негізі күннің сәулесі маңызды. Бұл жерде енді бізде гүл егетін территория ғой бұл. Бұдан басқа гүл егетін жер жоқ, өкінішке орай. Сіздер менің фермамның айналасын білетін болсаңыздар, менің фермамның айналасында биогумус өндіріліп жатыр, алма бауы бар, павлония егілген, сондықтан бос жер осы ғана. Сондықтан мына гүлдер негізінен күн қатты түспейді. Міне көріп тұрмыз, кажется көлеңкі қайта түседі күн бұл жерге. Сондықтан қатты көтеріліп жатқан жоқ. Сол себепті ең маңызды нәрселерді сақтайтын болсаңыздар, топырақ құнарлы, одан соң су және жарық. Енді жылу ол жалпы бар. Бізде күн қазір өте қатты ысып жатыр. Сондықтан осы негізгі шарттарды сақтайтын болсаңыздар, гүлді де өсірудің анау айтқан қиындығы жоқ екен. Құрметті ауылдастар, құрметті қандастар.
Осы роза гүлін егу бойынша, өсіру бойынша көптеген сұрақтар бар екен. Қандастарымызда осы сұрақтарға негізінен жауап бердік. Ал енді бұны көбейту жөнінде айтатын болсақ, мен әзірге бұны көбейткен жоқпын. Дегенмен менің естуімше бұны тамырынан көбейтеді, немесе ұрығынан көбейтеді. Кез келген өсімдікті көбейтудің сондай бір-екі ақ жолы бар ғой жалпы. Осындай жолдармен көбейтуге болады. Енді бұл гүлді қалай былайша айтқанда коммерцияландыруға болады дейтін болсақ, бұл енді өте бір бөлек әңгіме. Яғни бұл бизнес идея ретінде қарайтын болсақ, бұл өте керемет. Өйткені гүл әрқашанда бұл сұранысқа ие тауар. Көптеген қандастарымыз, ағаларымыз ешқандай мерекесіз өздерінің сүйікті жарларына, сонымен қатар аналарына, өздерінің жақын әріптестеріне гүл сыйлап қуантқан жақсы көреді. Яғни бұл гүлді өсіріп, шығарып, сату бизнесімен айналысатын болсаңыздар, бұл жалпы өте тиімді бизнес. Тек ең басты нәрсе, бұл гүлге тұрақты аудитория керек деп ойлаймын мен өз басым. Өйткені егер тұрақты аудитория болып, жиі өтіп кетпейтін болса, мынадай әсіресе табиғи гүл, яғни бұл көп уақыт тұра берсе қурап кетеді. Сондықтан тұрақты аудиторияны қалыптастыра алатын болсаңыздар, Алла бұйыртса, онда өте керемет болады. Ол кезде сіздер гүлді өсіріп, букет-букет қылып, оны қаптамаға салып, сөйтіп сата берсеңіздер болады. Үлкен қалаларда үлкен желілер бар осы гүлді өсіріп сату бойынша. Сондықтан бұнымен айналысқан өте тиімді деп ойлаймын. Бұл бизнеспен көбінесе орыстар айналысады, біздің қандастарымызда айналысуына әбден болады. Сондай айналысқысы келетін қандастарға менің видеом пайдалы болып жатыр деген үміттемін. Егер бүгін пайдалы ақпарат алған болсаңыздар, пайдалы мәлімет алған болсаңыздар, видеоға лайк басып, астына пікір жазып, қолдау білдіріп, және сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Мен енді керемет гүл өсіруші адаммын деп айта алмаймын, дегенмен өзімнің ауламда осы өсіріп жатқан бойынша кішігірім өзімнің қолдан келген кеңесімді беріп, көмегімді аямаймын достар. Сондықтан видеоны сондай-ақ басқа қандастарға таратыңыздар, жіберіңіздер. Білім бөліскен сайын көбейеді дейді. Көбірек қандасымыз біліп, көбірек қандасымыз білімді болса, Қазақстан иншалла керемет агродержаваға айналады, дамыған мемлекетке айналамыз. Ендеше сау сәлеметте болыңыздар. Тағы да видеоны алған болса лайк басып, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар, және видеоны бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.